Қайырлы күн, дефектология мамандығының 2-ші курс студенттері. Жас ерекшелік психологиясының 14-ші дәрісін назарларыңызға ұсынамыз. Дәріс жоспары тұлға, отбасы, жұмыс, ересек адамның дамуының негізгі контексті, кәсіби цикл, орта жастағы дағдарыс және тұлғалық қарым-қатынасты құру ерекшеліктері. Ересек адамның дамуының оның жеке басының әртүрлі аспектілерін 3 тәуелсіз жүйе аясында сипаттауға болады. Мен адаммын, мен отбасының бір мүшесімін, мен еңбек қызметінің субъектісімін. Яғни негізгі байланыс ортамен осы жүйелер арқылы іске асады. Кәсіби қызметтегі мәселелерге қоса, бұл кезеңде жанұялық қатынастарда қиындықтар туындайды. Яғни адамның мен деген жаңа концепциясы құрыла бастайды. Бұл кезеңдерде адамның отбасындағы балаларының есейіп кетуі, өзіндік көзқарасының қалыптасуы, осы сынды жанұялық өзгерістер адамның өзіндік көзқарастарының өзгеруіне алып келеді. Эриксонның бойынша бұл интегралды білім жүйесі кәсіби өнімділік пен болашақ ұрпақ өміріне өз қорын қалдыру мәселесі болып табылады дейді. Жастық шақта орталық жастық жаңа білім бағыты. Біріншіден жанұялық қатынастар, ата-ана болу, екіншіден кәсіби қабілеттілік болады. 40 жастық кризис жағдайында аса маңызды мәселе өмір жоспарының қайта түзелуімен байланысты. Мен концепциясы өзгеріледі, ересектердің отбасындағы роль өзгереді, кемелдік шақ өмірдің барлық сапасының өнімділігі мен тиімділігі жетеді. Ересек адамның маңызды міндеттерінің бірі өзінің балаларын өсіріп жетілдіру. Өсіп келе жатқан балалар мен ата-аналардың қатынасы әртүрлі болады. Бұл жерде әртүрлі жағдайларға байланысты қалыптасады. Ең маңызды шешуші жағдай әрбір ата-ананың балаға деген эмоционалдық қатынастар базасынан болып табылады. Психологияда бұл қатынастардың 3 вариантын қарастырылған. Яғни эмоционалдық негіздегі шартсыз сүйіспеншілік, негізделген сүйіспеншілік және баланы қабылдай алмау. Бұл кризис 40 жастан асқан кезде кездесетін. Бұндай кризистердің болмауы үшін адамның кемелдік кезеңдерде психологиядағы бекітілген белгілі бір жас аралықтар ерекшеліктері бар. Оның бірі хронологиялық, бұл паспорттық жас болып табылады, физикалық, яғни биологиялық және де психологиялық. Бұл кезеңдерде хронологиялық возраста егерде адам белгілі бір өзінің ерекшелігін, ересектігін сезіну үшін, өзінің алдындағы кездескен мәселесін түсіне алу үшін психологиялық жас ерекшелігі сәл жоғарырақ болу керек. Психологиялық возраст жас дегеніміз бұл рухани даму ерекшелігі болып табылады. Сондықтан осы алдағы кездесетін кез келген мәселені шешу барысында осы жас ерекшеліктердің арасындағы байланысты сезіне алу керек. Сонымен бірге қарым-қатынас бұл әлеуметтік психологиялық құбылыс болып табылады. Ол адам өмірінде көптеген рухани және материалдық құндылықтарды қамти отырып, оның өміріндегі ең жоғарғы қажеттіліктердің бірі болып саналады. Дегенмен, бір қарағанда қарым-қатынас ұғымы баршаға танымал және қандай да бір мағыналардың қиындықтарымен көрініс береді. Қарым-қатынас сөзі біз кәсіби, жеке шығармашылық және тағы да басқа қызығушылықтар негізінде құрылады. Адам қоғамда өзін қоршаған адамдар тобында өмір сүреді және дамиды, оның талаптарына сай өз пікірі мен мінез-құлқын өзгертеді. Қарым-қатынас психологиясы адамдардың бірлескен іс-әрекетіндегі бірін-бірі қабылдауы, түсінуі, еліктеуі, иландыруы, сенімділігі, ұйымшылдығы, қақтығыстығы, тағы да басқа осындай тұлғааралық қарым-қатынастың негізінде құбылыс ретінде қалыптасады. Қарым-қатынас мәселесінің концептуалды негіздері туралы кеңес ғалымдары Выгодский, Рубинштейн, Леонтьев, Ананьев, тағы да басқа көптеген психологтардың еңбектерінен адамның психикалық дамуының әлеуметтенуі, тұлға қалыптасуының маңызды шарты ретінде қарастырады. Қарым-қатынас мәселесіне мәдени-тарихи психологияның негізін салушы Выгодский баға жетпес үлес қосты. Қарым-қатынастың тұлға санасына қайта жасалу механизмдері Выгодскийдің ойлау мен сөйлеу мәселесін зерттеу барысында ашылған болатын. Сіздердің назарларыңызға дәріс соңында бекіту сұрақтары беріліп отыр. Дәріс бойынша дұрыс жауаптарды тауып, кері байланыс жасау ұсынылады. Және сонымен бірге назарларыңызға пайдаланылған әдебиеттер ұсынылады. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін алғыс білдіремін.